Сол Мұрат екен бір ол вақытта біздің қазақта осындай ақбоз үйдің артын ашып тастап аттың үстінде той бастайды екен ғой. Сонда баяғы әлімнің кете жас келең деген айтқыш адам болған, 70-ке келген шағында жас келең деген ақын кетеден шыққан. Ақбоз аттың үстінде осындай ақбоз үйдің артын ашып тұрып қойып той бастайын деп тұр екен дейді. Сонда 12 жасар Бершмұрат кішкене домбырасы бар, қолында атының басына қаға беріпті, отағасы жолың үлкен болып бізден бұрын қалай бастайын деп тұрсың мына тойды деп. Сонда баяғы ана бала көрді ма, қолына домбырасын алып жіберіп аттың үстінде тұрған бая кете жас келең Бершмұратқа былай деп атқан жер екен дейді. Var tuğbayla balaşatqa imengeli Alşinede babası şolpanede yanası Hey şuray gelsek ereldin elim deydi koy ağası Jaylavımda surasang oyul qoyul bat bat eter soğan kobda salası Kıstavımda surasang atraudun жағасы Menin atın jas kelem men kete bek bergen jirau balası Alşindan dalgan güldüm bir bagan kimnin talası 10 жасыма келгенде 15 жасқа толғанда екі жақта бір тілді пенденің жоқ еді ғой таласы жол сөздерге тап беріп ау жылқыға зару ермедің ей қаңғырған жаман байұлының баласы деген кезде мынау Мөңкілі Мұраттың кете жас келеңге былай деп жауап қайырып атқан жер екен Şatqa mingeli Yalşın edi babasın oy şolpan edi koy ıras anası Suraya gelsek arelden əlimdi koy deydi koy ağası Sen əlimgi ospa keteni Ol əlim demez bay demez asrandı koy balası Jaylavına maqtanba aday tas koşup qaytkanda Sarı şut qılıp tastağan koyandının dalası Kıstavına maqtanba oda jatqan bayılının salası Жер тимебеде кетеген барып қойған жерлерің тамам зордың арасы Мен байылы деген ел едім жас күніңнен сендерді Қойға салған сенен мен едім майлы таяқ қойшыңды Таяғың құтты болды деп 33 қотырнар енші берген мен едім Сол өншігі өкпелеп кетем деген сен едің Кесе кетсен кете бер деген мен едім ау сен кете дейтін атаң жол сол сөптен кете талған ел едің Орныңды тауда олжаңдар жұрт алғасы жиында өзін сөкілді білгіштен Осы сөздің мәнісін айды бір сұрайыншы демеді Айды Senin ay talay oturuşunu көрмедім. Мен мынандай oturuşunu көрмедім деп атың басын бұрып кете берген екен дейді. Сонда байылдың мырзалары баяғы Ақбоз ат мінгізіп Ақтоғалы ер менен Сойырдосы Бершмұраттың ақын болып елге танылып кеткен жер екен дейді ғой. Енді ол өтірік айтқан болса жауап берер еді сол. Мынандай oturuş көрмедім деп кете беріп, отапқан сөз сол.